Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Сіздерді 2022 жылы келіп жеткен барыс жылмен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, қажымас қайрат, талмас қанат тілеймін. Құрметті менің оқырмандарым, 2022 жылы оқуда озат болыңыздар. Тәртіпті, тәлімді, білімді, үлгілі, сүйікті де сүйкімді менің оқырмандарым болып қалуларыңызға тілектеспін. Сіздердің назарларыңызға жол басына таласқан хайуандар атты жыл ертегісін ұсынамын. Өлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық дейді. Сиыр. Адам егін ексе мені жегеді, сүтімді ішеді, қортмай істейді. Жыл басы болу маған лайық дейді. Қой. Мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз басады. Жабағымнан киім тігеді, арқан жіп еседі. Сүтімнен қортмай алады, шаруаға менен пайдалыларың жоқ дейді. Ит. Мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Мен сендердің баршаларыңның бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, еме хабар беремін дейді. Тауық. Мен болмасам, адамдар ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, таң атты деп шақырып, хабар айтамын. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп, тағы шақырамын дейді. Тышқан не айтарын білмей тұрады да, бір түрлі қолы ойлап жиылған көпке. Бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын дейді. Өзгелері қарап тұрғанда, түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп, тышқанның сөзін қостап, бәр қарасып тұрады. Біраздан соң, тышқан жорғалап, түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мініп отырады. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқанды елеметті. Сонан соң, жылды бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты.